Сәлеметсіздер ме балалар? Жаратылыстану пәні 1-ші сынып 31-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы қараңғылықтың қажеттілігі. Қараңғылық адамға қажет пе? Суретте не байқадың? Адамдар қай бөлмеде жайлы ұйықтайды? Қараңғы деген жарықтың түспеуі, еш нәрсенің көрінбеуі. Жарық түспеу үшін адам бөлме терезелерін қараңғылайды. Қараңғы бөлме ұйықтауға жақсы. Қараңғылық театр, кинотеатр, планетарий, ойын-сауық орындарында қажет. Мәдени көпшілік орындарда қараңғылық не үшін қолданылады? Театр, кинотеатр, планетарий. Зерттеп көрейік, сынып бөлмесін қараңғыла. Проектор арқылы экранға қолдарыңның көлеңкесін түсір. Қолыңыздың көлеңкесін қалай үлкейтуге болады, немесе кішірейтуге болады? Қараңғыда көзі жақсы көретін жануарлар бар. Олар күндіз ұйықтап, түнде жемтіктерін аулауға шығады. Олардың көздері адамдарға қарағанда 6 есе өткір болады. Ондай жануарлар үкі, жарғанат. Қараңғылықты өлшеу мүмкін емес. Не үйрендім, не білдім? Табиғатта өздерінен жарық шығаратын денелер қатары. Табиғатта өздігінен жарық шығаратын денелер қатарын ата. Міне балалар, тапсырманы өздеріңіз орындайсыздар. Әр қатарда жауаптары берілген, соның қайсысы дұрыс өздеріңіз белгілейсіздер. Жасанды жарық көздеріне не жатады? Адам жарықты не үшін қолданады? Бөлмеге жарық түспеу үшін не істеу керек? Балалар, дәптермен жұмыс. Қараңғылық қажеттілігі. Қараңғылық қажет ететін суретті боя. Қай сурет қараңғылықты қажет етеді? Сол суретті бояйсыздар балалар. Екінші тапсырма, шамды жақ. Ол үшін әр ажыратқыштан жарық көзіне дейін лабиринт бойымен жүріп өт. Келесі тапсырма, қоян немесе өзіңе ұнайтын басқа жануарды көлеңке театрының суретімен салып көрсет. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.